Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен Өскеменде тұрудың минустары және плюстері жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы өзім шығыстың тумасы болсам да, Өскемен қаласында ешқашан ұзақ тұрып көрмегенмін. Мен сабақ бітіре салып, Алматыда оқуға түсіп, 10 жыл бойы Алматыда тұрдым. Сосын Өскеменге ата-аналарым үй алған соң жиі баратын болдым. Анда-санда барып тұрамын. Жылда барған сайын бұл қалаға мен ғашық бола түстім. Маған ұнай бастады. Және бұл видеоны бұл қалаға деген үлкен махаббатпен бастағым келіп тұр. Плюстерінен бастайық, кеттік. Плюстеріне келетін болсақ, ең бірінші плюсы табиғаты өте керемет. Шығыс Қазақстанның табиғаты өте керемет. Мысалы, жазда суға түсуге барғыңыз келсе, мысалы 40 минуттық жерде Сибины бар. 1 сағаттық жерде Бұқтырма бар, Самарка бар, 2 сағаттық жерде, айта берсе көп. Ал қыста мысалы лыжы тепкіңіз келсе, Альпі бар, 16 километр жерде Альпі бар. Мысалы сіз қаладан табиғатты көргіңіз келсе, жету өте оңай. Жан-жағында, айналасында барлығы табиғат. Сол үшін мен Өскеменді жақсы көріп қалдым. Екінші плюсы, Өскемен ол таза қала, мусор шашылып жатпайды. Үшінші плюсы, ол бұл қалада тәртіп өте мықты. Мысалға алатын болсақ, пешеходтан өтсеңіз, көзіңізді жұмып өте беруге болады. Мысалы, Алматыда біз өткенде не істейміз? Жан-жағымызға қараймыз, ол мен жіберей ма, жібермей ма деп жүргізушінің көзіне қараймыз. Ол жерде сіз тіпті 1 метр пешеходтан алыста тұрсаңыз да, сізді тоқтап сізді жібереді. Енді көзіңізді жұмып өте беру деген ол метафора әрине, көзіңізді жұмбай міндетті түрде қарап өту керек, бәрібірде. Ертең Мадина айтты деп, Өскеменде көзіңізді жұмып өтіп бар жатып, қақ кетіп, енді Құдай сақтасын ондай нәрседен. Тіпті тағы алатын болсақ, барлығы ремень тағып жүреді. Мысалы, мен таксиге отырсам, тіпті артында отырсам да, маған ременіңізді тағып алыңыз деп айтады. Ал Алматыда болса, мен таксиге отырсам, ой, тақпай қойыңыз деп айтады, мысалы. Сол үшін тәртіп өте мықты. Тіпті мен набережкада өзеннің жағалауында қыдырып жүргенде Өскеменде, сол 15 минуттың ішінде менің көзімше 2 адамды ұстап алды. Тәртіп өте мықты бұл жерде. Ауа райына келетін болсақ, бұл жерде жаз өте қоңыржай. Мысалы, Алматыда күн ыстық, жүруге қиын болса, ол жерде қатты ыстық емес, қозғалуға ыңғайлы, самал жел соғып тұрады, өте ыңғайлы, қоңыржай климатты. Сонымен қоса, адамдарына келетін болсақ, көп адамдар наймандар мынандай, наймандар пәле, олар бәрін алдап кетеді деген стереотип бар. Шынында бұл жай ғана стереотип. Наймандар барлығын бетке айтады, айтып тастайды. Бірақ шыны керек, олар аузын ашса жүрегі көрінетін адамдар. Мен ойымша, ол ең мейірімді адамдардың бірі деп ойлаймын. Дегенмен ол адамға байланысты, бірақ бұл көпшілік адамдар солай деген пікірдемін. Тағы бір Өскеменде тұрудың минусы, ол өнімдері. Мысалға алатын болсақ, сүт өнімдері өте дәмді, айран. Мысалы, Емелдің өнімдерін алсақ, тіпті бір жалғыз Емелдің өнімдерін алайық. Айраны қандай дәмді, сүттері қандай дәмді. Мен өмірімдегі ең дәмді мороженое осы Емелдің өнімдерінің мороженое деп ойлаймын. Мысалы, балдарын алайық, Катонқарағайдың балы ешқай жердің балына жетпейді. Мен мысалы Алматыға келгенде ылғида Катонқарағайдың балын алып аламын. Дәмді. Осы Катонқарағайдың балына еш жердің балы жетпейді. Сонымен қоса ет. Мен мысалы батыс Қазақстанның етін жедім, оңтүстіктің жедім, солтүстіктің жедім, орталықтың жедім, бірақ ренжімеңіздер, ең дәмді ет Шығыс Қазақстанның еті жетпейді. Мен ойымша, осы өнімдер үшін де Өскеменде тұруға болады. Жалпы өнімдері өте сондай бір ерекше дәмі бар, мен ойымша. Ал енді минустарына тоқталайық. Жалпы минустарына тоқталатын болсақ, бұл қаланың ең үлкен проблемасы ол ауа мәселесі, ауа проблемасы.
Мен осы қалаға қарап, жалпы бұл қаланың әдемілігіне қарап, және заводтардың сан алуандығына, оның санына, алуандығына, түрлі заводтар бар. Біреуі металл, ауыр металдарды шығарады, выбросы дейді ғой, адамның денсаулығына зиян нәрселерді шығарады. Соларға барлығына қарап жүрегім өте ауырады. Себебі осындай керемет қаланың тұрғындары зардап шегіп жатыр. Мысалға алатын болсақ, мен екінші күні бірден тамағыма кетті. Тамағым ауырды. Емделсем кетпейді. Сөйтсем, ожог алыпты тамағым. Бірден қызылмай жағып әрең емделдім. Бұл қалада менің ойымша қызылмай сіздің аптечкаңызда тұру керек. Сол бірінші ол минусы ауаның ластығы. Екінші минусына тоқталатын болсақ, ол көлік проблемасы. Егер де өзіңіздің көлігіңіз болмаса, жеке көлігіңіз болмаса, бір жерден екінші жерге жету өте қиын. Себебі мен автобусты 40 минут күттім, кейде 1 сағат күттім. Яғни бір жерге жету өте қиын. Тіпті, мысалы, Алматыда біз таксиді қолымызды созып тоқтата саламыз ғой, ол жерде олай тоқтамайды. Мысалы, асығып тұрсаңыз. Үшіншіден, таксидің бағасы қымбат. 700-800-ден басталады, тіпті мына жақын жерге. Таксидің бағасы қымбат, сонымен қоса автобустары өте ыңғайсыз. Айтпақшы, олардың бағалары Алматының бағасынан қымбаттау. Автобустағы бағалар, мысалы, бізде 80 болса, о жерде 90 теңге. 10 теңге бәрібірде жиі жүретін адамға бірталай рөл ойнайды деп ойлаймын. Келесі минус ол, егерде мен сағат 10-11-лерде үйдің емес бір кафенің дәмді тамағын барып тұрып ішкім келсе, екінші жерге жету өте қиын. Себебі бұл жерде ресторандар, кафелер аз. Мысалы, сіздер бәр жерде орналаспаған, мысалы, Алматыда бәр жерде орналасқан, бұл жерде центрда орналасуы мүмкін. Ол жаққа бару керек, бару үшін автобус тоқтап қалған, оны такси шақыру керек, бұл үлкен проблема. Тіпті көп жерлер жабылып қалады оннан кейін. Мысалы, мен кафеден тамақ ішкім келгенде үлкен проблема болды, немесе біреу жабылып қалады, немесе оған бара алмай қаламыз, өте ыңғайсыз болды. Бұл минус емес, бұл бәлкім бұл қаланың ерекшелігі, өйткені үлкен қалада кафелер сәйкесінше көп болады, кішкентайлау қалада кафелер аздау болады, адам санына байланысты. Бұл минус емес, ерекшелігіне жатқызайық. Жалпы қорытындылай келе, Өскеменде плюстар өте көп, және байқағаным, жылдан жылға бұл қала дамып келеді. Торговый центрлар ашылып жатыр, жалпы жылдан жылға бар жағынан дамып келеді. Тек қана жаңа айтқандай, заводтарды көріп жүрегім ашиды, жүрегім ауырады. Себебі бұл қаланың тұрғындарына, олардың денсаулығына тікелей әсер етеді. Байқасаңыздар, көп адамдар ауырады. Мен ойымша, бұл біздің бастықтарға, біздің мемлекетке ойланатын жағдай деп ойлаймын. Білмеймін, бұл қолдан келе ма, келмей ма, мысалы, заводтарды бір адам тұрмайтын жаққа барып тастаса, жақсы болушы еді. Бұл жай ғана менің ойым, менің пікірім. Сол, бүгінге осы. Егерде менің видеом сізге ұнаса, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.